Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді болып шығатын шоколадты пирожный дайындаймыз. Барлық мерекелік дастарханға өте жақсы үйлеседі. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Егер сізде ванилин болса, 1 грамм немесе ванильді сахар болатын болса, 1 шай қасық саласыз да жақсылап миксерлейсіз. Миксерлеп жатқан кезде өлшеп алған қантымызды бөліп сала отыра миксерді тоқтатпайсыз. Ең жоғары жылдамдықта тоқтатпай миксерлейсіз. Жақсылап миксерлеген кезде осылай аппақ пена болып көтеріледі. Сол кезде өлшеп алған бөлме температурасындағы суыңызды салып, оны да миксерлеп жіберу керек. Бірақ ол видеоға түспей қалыпты, міндетті түрде описанияға толық рецепті жазып кетемін. Ал енді құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ұнға, қопсытқыш және какао салып, сол ыдыста жақсылап араластырып аласыз. Ал енді массаларымызды біріктіреміз. Миксерлеп алған жұмыртқамызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Яғни құрғақ ингредиенттерді салып аламыз да, ешқандай комочка қалдырмай жақсылап бір масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Миксерді бірден баспаңыздар, өйткені оның шашырап кетеді. Кішкене осылай араластырып алып, содан кейін миксерлеген абзал. Міне бізде өте әдемі бір келкі масса пайда болды. Енді осы уақытта печкаңызды 180 градусқа қосып қойыңыздар. Сосын противенге пергамент төсеп, массамызды осылай салып аласыздар. Бетін жақсылап теп-тегіс етіп жайып алу керек. Өйткені ол духовканың ішіне кірген кезде көтеріліп, ортасы сондай формасын өзгертіп жіберуі мүмкін. Барлығын тегістеп жайып алғаннан кейін духовкамызға саламыз. Духовкада көп ұстаудың қажеті жоқ, өйткені сіздің қамырыңыз қатып қалуы мүмкін. Крем жаққан кезде жақсы сіңбей қалады. Енді духовкадан алғаннан кейін, міне біздің массамыз дайын болды, духовкадан алғаннан кейін осылай астындағы пергаментті бірден алып тастаймыз. Енді арасына жағатын кремді дайындаймыз. Кремді алдын ала дайындап, тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады, немесе корждары суығаннан кейін де жасап қойсаңыз болады. Бұл кремге творожный сыр, сливки және қант ұнтағы қажет. Негізі бұл кремнің рецепті, толық рецепті менің YouTube каналымда бар. Міне көріп тұрғандарыңыздар өте әдемі, өзінің формасын жоғалтпайтын осындай қою крем пайда болады. Осылай қасықпен ұстаған кезде түсіп кетпейтін қоюлықта болу керек. Біз корждарымыздың керек емес артық жерлерін, томпайып тұрған жерлерін алып тастаймыз. Осындай шетінде тегістеп, қисайып тұрған жерлерін алып тастау керек. Ортасынан теңдей етіп бөліп аламыз. Корждарды екіге бөліп алғаннан кейін біреуіне кремді жағуды бастаймыз. Кремді міндетті түрде қалың етіп жағу керек, өйткені крем корждарға сіңген кезде өте әдемі болып арасына кіріп сіңіп, арасында да толық болып көрініп тұрады. Екінші коржды астын үстіне қаратып осылай жауымыз керек, өйткені астыңғы бөлігі тегіс болғандықтан өте әдемі көрінеді. Сондықтан осылай теріс қаратып жабуымыз керек. Арасындағы кремдерді тегістеп, жан-жағын тегістеп жағып аламыз. Кремдердің барлығын бетіне крем жақпаймыз, осылай қалады. Пирожныйда мен бір түнге кремі сіңу үшін қалдырып қойдым. Бір түннен кейін осылай кесіп жіберулеріңізге болады. Видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз, және осындай әдемі пирожныйлардың, тамақтардың рецептілері керек болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі